Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сондай жылы, уютный бір информацияға толы видео болады деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып тәубе жайлы. Бұл видеода менің түрім көрінбейді, бірақ менің түрім емес. Сіздерге бұл видеода берілетін информация маңызды деп үміттенемін. Бүгінгі тақырып тәубе жайлы. Мен намаз оқып жүргеніме біраз уақыт болса да, осы тәубе жайлы соңғы бір жылдың ішінде ойлана бастадым. Тәубе техникасы дегенді естіп, тәубе деген не екенін білгім келді. Және мен хадистерді қарай отыра, информациялар ала отыра, Аллах тағаланың біз тәубе жасаған кезде қуанатынын біліп, менің жүрегімде кәдімгідей жарылыс болды, көзімнен жас ақты. Ойлаңызшы, сіз қателік жасайсыз және артынан Алладан кешірім сұрап, ол іске өкінесіз және Аллах тағала сізге сол үшін сізге қуанады. Қандай Аллах тағала бізде, субханалла, Аллах тағала сондай мейірімді. Мен осы тақырыпты іздей келе, осы хадисті көрген кезде, түсінген кезде, менің жүрегім қарс айырылды десе болады. Және бізде сұрақ болуы мүмкін, мен не үшін тәубе етуім керек деп. Мысалы, мен адам өлтірген жоқпын, біреуді ұрған жоқпын, біреуді қаққан жоқпын деуіміз мүмкін, бірақ менде қазір мынандай лайфхак десе болады ма, білмедім. Бірақ күнделікті мен құптан намазынан кейін тәубе немесе шүкір намазын оқимын. Және мен үйде мысалы күйеуім жайлы немесе енем жайлы бір жаман ойлар, немесе ол кісілер жайлы бір жаман ойға түскен кезде бірден ойымды тоқтатып, я Аллам, мен саған тәубе еттім, мен бұл ісіме өкінемін, енді қайталамаймын деп әр жасаған сайын күнделікті кешірім сұрап отыруды мен әдетке айналдырдым, және сіздерге де солай әдетке айналдыруды Аллах тағала бұйырсын, иншалла. Және Аллах тағала тәубемізді қабыл етсін. Яғни біз ойларымызды бақылап отыруымыз өте маңызды екен. Енді мен бір қиссаны, бір хадисті оқып, оған да менің жүрегім қарсы айырылды. Себебі ең соңындағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі менің жүрегіме қатты тиді. Сол хадисті сіздерге айтып берейін. Бір сахабаны, Сағлаба есімі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жерге жұмсайды, барып кел деп. Және ол кісі жолда өтіп бара жатып, бір есіктің ашық тұрғанын көріп, және ол жерде бір әйелдің жуынып жатқанын көреді, үстінде киімі жоқ. Сол кезде ол кішкене былай қарап тұрып қалады да, кейін ары қарай кетіп қалады. Содан ойланады, бұл мен осылай харам нәрсеге қарап қойдым, енді осы жүзіммен, осы көздеріммен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның түріне қалай қараймын деп тауға қашып кетеді. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біраз уақыт күтеді және келмегесін сахабаларды іздетуге жібереді. Сосын таппайды. Осылай 40 күн өтіп кетеді. Сол кезде 40 күн өткесін Жәбірейіл алейхиссалам періште келіп, уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Раббыңның саған сәлемі бар, Алла тағала үмбетіңнен қашып кеткен жан мына таудың арасында, менің отымнан саған сиынуда деген хабар алып келеді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 2 сахабаны жібереді тауып келуге, және олар сол тауға барады. Кейін тауда бір шопанды кездестіреді. Шопанды кездестіріп, осы жерде қашып кеткен бір жігітті іздеп жүрміз деп айтады. Және шопан айтады, ол Аллаға ол бір күнә жасап қойып қашып кетті ғой деп айтады. Сол кезде сахабалар сұрайды, сіз оны қалай білесіз, олай жасағанын, күнә жасағанын деген кезде, ол күнде түн ішінде шығып, Аллам, мені кешір деп Аллахтан кешірім сұрап айғайлайды дейді. Жарайды деп сахабалар түннің ортасына дейін күтеді. Кейін жаңағы Сағлаба есімді сахаба шығып айғайлайды. Я Алла, мені кешір, мен сенен ұяламын, қорқамын деп айғайлағанын естіп, сахабалар ұстап алады Сағлабаны. Солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алып келеді. Бірақ Сағлаба жаңағы 2 сахабаға айтады, өтініш сендерге мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда тұрған кезде апарыңдаршы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қамат айтып намазға шыққан кезінде бұл сахабаны алып келеді. Намаз біткесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сахабаға келеді. Сен не үшін қашып кеттің дейді. Ол айтады, мен күнә жасап қойдым, сол жүзіммен сізге қарай алмаймын дейді. Кейін осы сахаба хал үстінде жатып ауырып жатқанын естиді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, келіп халін сұрайды. Сол кезде сахаба басын жаңағы тізесіне қойып, Сағлабаның басын сөйткен кезде, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тізесінен басын алып тастап, мен ондай күнәға батқан басымды сіздің тізеңізге қоя алмаймын дегендей айтады. Субханалла. Сондай бір таза жүректі адам болып тұр ғой. Солай Сағлаба қатты өзінің күнәсіне өкініп жатыр да.
кейін бұл сахаба қайтыс болады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның жаназа намазын оқиды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяғының ұшымен тұрып намаз оқып жатқанын көреді сахабалар. Сахабалар сұрайды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан, бұрын сіздің бұлай намаз оқығаныңызды көрмедік, бұның сыры неде деп сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, жаназа намазына келген періштелердің саны сондай көп, олар сыймай кетті. Сол үшін мен аяғымның ұшымен тұрып намаз оқыдым деп айтады. Субханалла, субханалла, Аллах тағала қалай ол кісіні көтеріп қойды, иә. Осы бір хадис және де көптеген хадистер оқыдым тәубе жайлы, сіздер де ізденіп қарасаңыздар болады. Және тәубемен қоса мен шүкір жайлы айтқым келіп тұр. Біз ислам дініне байланысты кітаптардан бөлек жай кітаптарды оқыған кезде маған Джон Кехоның кітабы маған қатты әсер етті. Ол жерде подсознание может все ғой деймін. Осы кітапты оқыған кезде маған ол кісінің шүкіршілігі қатты ұнады. Біз мұсылман адам бола соншалықты сол Джон Кехоға ұқсайтындай шүкір ете аламыз ба екен деген түйсігіңмен ойлан деген бұл кітап расында есіме түсті. Соншалықты бізде сондай шүкіршіл бола аламыз ба, сол нәрсе мені ойлантты. Себебі бұл жерде Джон Кихо ол кісі 3 жыл орманда тұрған, жалғыз өзі кетіп қалған орманға, өзін зерттеу үшін, миды зерттеу үшін жалғыз өзі орманда, ешқандай жаңағы коммуникация, ешқандай еш нәрсе жоқ, орманда жалғыз өзі тұрады. Сол кезде айтады, мен отын жарып жатып Аллаға шүкір еттім дейді. Себебі мені қоршаған бір ғана, екі ғана отын емес, қаншама отын бар деп табиғатқа рахмет айттым дейді. Бірақ табиғат емес, расында ол Аллах тағалаға рахмет айтқан болып тұр ғой, өзі білместіктен. Және айтады, мен алдыма жүзім алып жеген кезде, мен 1 жүзім емес, 2 жүзім емес, әрбіресін санап дейді, осы әрбір жүзім үшін шүкір еттім дейді. Табиғатқа рахмет айттым дейді. Бірақ расында қаншама біз ғибрат алатын нәрсе болып тұр да. Біз мысалы менде басымнан көптеген оқиғалар өтті. Мысалы соңғы 1 жылдың ішінде тұрмысқа шықтым деген сияқты, қалалы жерден ауылға тұрмысқа шықтым. Ауылға шыққан кезде мен бұл жерде не істеп жүрмін деп кәдімгідей бір күпір етіп жүргенімді өзім байқамаған едім. Бұл жерде не істеп жүрмін, мен бұл жерде тұруға лайықты емеспін, мен қалада лакшери лайфта өмір сүруім керек деген нәрсе болды. Бірақ субханалла, Аллах тағаланың қалауымен мен осында өмір сүріп жатырмын, және мен күнделікті шүкір айтуды үйрендім. Субханалла. Бұл да жердің беті, бұл да Алланың жері, бұл да Алланың уақыты, бұл да Алланың құлдары, мен тұрып жатқан адамдар. Субханалла, осы нәрсенің бәрін түсінген кезде мен бойымдағы ауырлықтың бәрі кетіп қалды. Сол үшін қайда жүрсек те маңызды емес біз тұрып жатқан жер, маңызды емес біз не жеп жатырмыз, ең бастысы адалынан болса біздің өміріміздің енді бұл өмір уақытша, біз сол өмірді қатты жақсы көріп кетпеуіміз керек. Субханалла. Кейде біз күнәларымызды ойлап қатты уайымға түсіп кетеміз, бірақ біздің күнәларымыз таудай, мүмкін бір әлем ғалам сияқты болса да, Аллах тағаланың мейірімі одан үлкен екенін біз ұмытпауымыз керек. Және мен айтып кеткен жаңағы Сағлаба деген сахаба жайлы айтып кеттім ғой. Сол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан айтады ғой, қателік пен күнәні кешіретін Алланың аятын айтайын ба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы сахабаға айтады. Сол кезде айтыңыз уа расулім деп Сағлаба айтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар деген дұғаны оқы дейді. Сол кезде уа Алланың елшісі, менің күнәм үлкен ғой деп айтады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жоқ, Алланың сөзі одан да үлкен, одан да ұлы деп айтады. Сондықтан мейлі біз автобуста бара жатайық, мейлі қай жерде бір жиында отырайық, қонақта отырайық, кез келген кезде бір адам жайлы ойланып қалсақ, тура сол жерде біз тәубеге келуді жаңағы әдетке айналдырсақ, бізге кішкене жеңілірек болатын еді. Сондықтан да тәубе етейік, көбірек истихфар айтайық, астағфируллах деп айтып жүрейік, Аллахтан кешірім сұрап жүрейік, және арнайы намаздарды оқиық, сүннет амалдарымызды көбейтейік, әр кезде әр ісімізді Алланың атымен бастап,
Тек қана Аллахқа результатын бәрін Аллахқа тапсырайық, өзіміздің иығымызға еш нәрсені алып алмайық. Және Алла тағала айтады ғой, менің алдыма адамдардың хақысымен келмеңдер дейді. Сондықтан жан-жағымыздағы адамдарды ренжітіп, біреудің хақысына кіруден абай болайық. Себебі біз күнә жасаған кезде, осылай тәубе еткен кезде, төртіншісінде, соңғысында ғалымдардың айтуы бойынша біз кісінің ақысын қайтарып беруіміз керек. Яғни кісінің ақысын қайтару, ол кісінің алдына барып кешірім сұрауымыз бізге көптеген қиындықтар тудырады, нәпсімізге ауыр келеді. Сондықтан өзімізді күнә жасаудан аулақ болуға сақтайық.